Алғашқы жылдары Аяла өзін әлемдегі ең бақытты әйел сезінетін. Асқардың қамқорлығы, тосын сыйлары мен жылы сөздері оның айналасын тек қызғылт түске бояп қойғандай еді. Ол өзінің сүйікті жарының қасында қамалдың артындағыдай қауіпсіз сезінетін. Алайда бұл қамалдың бірте-бірте торға айналатынын ол уақытында байқай алмады. Алғашқы дабыл белгілері елеусіз басталды. Бұл көйлек тым ашық кимеші. Құрбыларымен тым жиі кездесетін болып кеттің. Маған уақыт бөлмейсің. Жұмыстан неге 5 минутқа кешіктің? Бастапқыда бұл шектеулерді Аяла қатты қызғанғаннан, жақсы көргеннен шығар деп ақтауға тырысты. Бірақ Асқардың ішіндегі қызғаншақтық пен үстемдікке деген құмарлық шектен шыға бастады. Сәл нәрсеге ашуланып, үйдің ыдыс-аяғын қиратуды шығарды. Артынша Аяланың көз жасын көріп, тізерлеп кешірім сұрайтын. Сені жоғалтып алудан қорқамын деп ақталатын. Алғашқы соққы олардың тұңғыштары дүниеге келгеннен кейін болды. Жылаған нәрестені жұбата алмай жатқан Аялаға Асқар балаға да қарай алмайсың деп алғаш рет қол көтерді. Шапалақтың қатты тигені сонша Аяланың құлағы шыңылдап, ішкі дүниесі астан-кестен болды. Сол түні ол бесікті құшақтап, таң атқанша үнсіз жылап шықты. Келесі күні Асқар тағы да гүл шоқтарымен кешірім сұрап келді. Аяла екі баласының әкесіз өскенін қаламады. Әкесі бар отбасы бүтін деген жалған намыс пен қоғамның әйелдің орны ошақ қасы, бәріне төзу керек деген жазылмаған қағидасы оның аузына құлып салды. Ол үнсіздікті тыңдады. Бірақ бұл үнсіздік оның жанын күн сайын жегідей жеп бара жатқан еді. Соңғы соққы Аяланың санасындағы соңғы үміт сәулесін өшірді. Ол күні Асқар жұмыстан ішімдік ішіп, есінен танғандай күйде келді. Еш себепсіз Аяланы шашынан тартып жерге құлатты. Басымен қабырғаны соққанда Аяланың көз алды қарауытып кетті. Ең қорқыныштысы, бұл көріністі бұрышта қалтырап, бір-бірін құшақтап жылап тұрған кішкентай балалары өз көзімен көрді. Сол сәтте Аяланың жүрегіндегі қорқыныштың орнын суық сезім басты. Ол өзі үшін емес, балаларының болашағы мен олардың психикасы үшін қорықты. Егер олар қазір кетпесе, ертең балаларының да өмірі тас-талқан болатынын түсінді. Таң ата Асқар ауыр ұйқыда жатқанда, ол ең қажетті заттар мен құжаттарын жылдам жинап, балаларын жетектеп, үйден қашып шықты. Ажырасу процесі нағыз тозаққа айналды. Жақындарының қысымы, сүйікті анасы мен бауырлары ел не дейді, ажырасқан әйел деген атқа қалай шыдайсың? Ертең балаларыңды кім асырайды? Төзу керек еді. Еркек адам түзеледі деп оны айыптады. Асқар мүлікті бөлісуден бас тартып, балаларды тартып аламын, сені көшеде қалдырамын деп сот залында сес көрсетті. Асқардың туыстары Аяланы отбасын сақтай алмаған оңбаған әйел етіп көрсетуге тырысты. Бірақ Аяла бұл жолы берілмеді. Ол өмірінде алғаш рет өз бақыты мен балаларының қауіпсіздігі үшін тістеніп тұрып күресті. Әрбір сот отырысы оның жанына жара салса да, ол заң жүзінде ажырасу туралы куәлікті қолына алды. Бұл оның алғашқы жеңісі еді. Бірақ бұл жеңістің артында үлкен дауылдың бұлты үйіріліп тұрғанын ол әлі сезбеді. Ажырасу туралы куәлік Аялаға заңды бостандық бергенімен, оның жанында іздеген тыныштығын сыйламады. Керісінше, оның өмірі көзге көрінбейтін, бірақ әр секунд сайын тұншықтыратын жаңа тозаққа, үрей мен аңдудың құрсауына айналды. Асқар заңды шешімді мойындағысы келмеді. Ол үшін Аяланың кетуі жеңіліс еді. Ал Асқар сияқты адамдар жеңілуді білмейтін. Кек алу, қайтадан бағындыру және өзінің билігін көрсету сезімі оны мүлдем есінен тандырды. Аяланың телефоны бір сәтке де тынбайтын. Бейтаныс нөмірлерден қоңыраулар шалынып, тұтқаны көтергенде арғы жағынан тек ауыр тыныс немесе суық дауыс естілетін. Сен менен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Жақында бәрі бітеді. Сені де, балаларды да ешкімге қалдырмаймын. Ол нөмірін бірнеше рет ауыстырды.
Бірақ Асқар ортақ таныстары немесе туыстары арқылы жаңа номерін тез арада тауып алатын. Хаттардың сипаты күн өткен сайын қатыгездене түсті. Ол Аялаға өзінің жұмыста не істеп жатқанын, балаларын мектепке қалай апарғанын бүгде шегіне дейін жазып жіберетін. Бұл оның үнемі бақылауда екенін көрсетіп, жүйкесін жұқарту үшін жасалған саналы террор еді. Әрбір таң Аяла үшін үреймен ататын. Ол үйден шығарда есіктің кішкентай тесігінен сыртта ұзақ бақылайтын. Сыртқы есікті ешқандай жүрегі кеудесіне шығып кете жаздайтын. Жұмысқа баратын жолды күнде өзгертетін, тар көшелерден қашып, тек адам көп жүретін дағдылармен жүруге тырысатын. Артынан біреу келе жатқандай сезім оны бір сәтке де қалдырмайтын. Көшеде кез келген ер адамның жүрісі, кілт тоқтаған көліктің дыбысы оның денесін мұздатып жіберетін. Ол қоғамдық көлікте отырғанда үнемі терезеге қарап Асқардың көлігін іздейтін. Жұмыс орнында отырғанда есік әр ашылған сайын селк етіп бойын үрей билейтін. Түнде терезеге жаңбыр тисе де біреу үйге басып кіргелі жатқандай ұшып тұратын. Аяла бұл қысымға шыдамай бірнеше рет полицияға шағымданды. Ол Асқардың жазған қоқан-лоқы хаттары мен аудио жазбаларын дәлел ретінде көрсетті. Бірақ құқық қорғау органдарынан естіген жауабы бір ғана суық сөйлемге тірелді. Әзірге ешқандай қылмыс жасалған жоқ. Ол тек сөз ғой. Күйеуіңіз сізге физикалық зақым келтіргенде ғана іс қозғай аламыз. Қазірше тек ескерту жасаймыз. Асқарға берілген әлсіз ескертулер оны тоқтатпады. Керісінше оның жазасыз қалатынына деген сенімін арттырып, одан сайын құтыра түсті. Ол полиция бөлімшесінен шыға бере Аялаға «Көрдің ғой, маған ештеңе істей алмайды, сені бәрібір құртамын» деп хабарлама жібереді. Аяла өзін әлемде мүлдем қорғансыз, жалғыз қалғандай сезінді. Заң да, айналасындағы адамдар да оның жан айқайын естімейтіндей көрінді. Ол тығырыққа тіреліп, күн сайын өз өлімін күткендей ауыр сезіммен өмір сүріп жатты. Ал қара бұлттар оның төбесіне уақыт өткен сайын төне түсті. Күздің сол бір суық таңы Аяланың есінде өмір бойына өшпестей болып таңбаланып қалды. Аспанды сұр бұлт торлап, күздің ызғарлы желі бетті қарып тұрған еді. Аяла балаларын мектепке шығарып салып, күнделікті жұмысына асықты. Көшеде адам сирек, айнала тым-тыныш көрінді. Осы тыныштықтың өзі оның жүрегіне белгісіз бір мазасыздық ұялатқан. Ол бұрылыстан өте бергенде алдынан қара көлеңкедей болып Асқар шыға келді. Оның көздерінде ешқандай адами сезімі табылмаған еді. Суық әрі есі ауысқан адамның қатыгездігі ғана ұшқындайтын. Қашып үлгермеді. Асқар оның аузын қаусыра жауып, жанына тоқтаған қара түсті көліктің артына орындығына күшпен итеріп жіберді. Көлік үлкен жылдамдықпен қала сыртындағы қараусыз қалған құлауға шақ тұрған ескі саяжай бағына қарай бет алды. Жол бойы Аяла Асқардың аяғына жығылып, балаларын айтып жалынды. «Асқар, өтінемін, тоқташы. Балаларымыз үшін жасамай қойшы ештеңе. Мен бәрін кешіремін. Полицияға арыз жазбаймын. Тек жіберші». Бірақ Асқар бұл сөздерді естімейтіндей тек тістеніп, рульді қатты қысып қана отырды. Тек арасында суық жымиып, «Мен саған айттым ғой, сені ешкімге қалдырмаймын» деп. «Енді сені ешкім сүймейтін болады» деп күбірледі. Ескі үйдің іші суық әрі қараңғы еді. Асқар оны орындыққа таңып байлап тастады. Аяланың бойын өлім қорқынышы биледі. Асқар қалтасынан өткір суық қаруды шығарғанда Аяла бәрін түсінді. Оның мақсаты өлтіру емес, оны өмір бойы тірі өлік етіп қалдыру. Әйелдік сұлулығы мен адами қадір қасиетін бір жола құрту еді. Суық жүз тәнге тигеніндегі
алғашқы ауырсыну сезімі Аяланың бүкіл денесін өртеп жібергендей болды. Жан даусы шыңғырған даусы бос бөлме ішіндегі жаңғырып жатты. Алғашқы құлағы, содан кейін мұрны, содан соң екінші құлағы. Сұрапыл ауырсынумен аққан қанның ыстық табы бетімен төмен сырғығанда Аяланың көз алды қарауытып, санасы тұңғиыққа батып кетті. Ол қатты соққы мен ауырсынудан есінен танып құлады. Аяла есін жиғанда құлағына тек аппараттардың бір қалыпты суық дыбысы ғана естілді. Ол қайда екенін, басына не өткенін бірден түсіне алмады. Тек денесіндегі, әсіресе басы мен бетіндегі шыдатпайтын соққы мен жалынды ауырсыну оның жүйкесін шымырлатты. Көзін әрең ашқанда төбедегі ақ жарық пен ақ халатты дәрігерлердің бейнесін бұлдырап көрді. Беті толықтай қалың ақ таңғышпен қапталған, тек дем алатын кішкентай саңылау мен көздері ғана ашық еді. Ол сөйлемекші болып еді, бірақ жағы қозғалмай, аузынан тек әлсіз ыңырсыған дыбыс шықты. Көп ұзамай палатаға анасы кірді. Анасының жүдеп кеткен жүзін, қызарған көздерін көргенде Аяланың жүрегі тілініп кеткендей болды. Анасы оның қанға бөккен қолдарын қысып ұстап, өксігін баса алмай жылады. Аялашым, құлыным, тірі қалдың ғой, әйтеуір тірісің. Дәрігер келіп, Аяланың жағдайы туралы суық шындықты айтқанда, бөлме іші бір сәтке мұздады. Құлақтары мен мұрнының шеміршектері аяусыз кесілгендіктен оларды бірден қалпына келтіру мүмкін емес. Бетіндегі жүйке талшықтары зақымдалған. Бұл болашақта мимиканың бұзылуына әкелуі мүмкін еді. Алдында ұзақ жылдарға созылатын пластикалық оталар мен ауыр емдеу курстары күтіп тұрды. Бір күні медбике палатадан шығып кеткенде Аяла төсегінен әрең тұрып, қабырғаны ұстай отырып жуынатын бөлмеге қарай жылжыды. Оның мақсаты біреу ғана еді, айнаға қарау. Ол дірілдеген қолдарымен айнаның алдына келді. Айнадан оған өз-өзіне мүлдем ұқсамайтын, басынан аяғына дейін таңылған, тек үрей мен мұңға толы екі көзі ғана көрінетін бейтаныс, қорқынышты бейне қарап тұрды. Бұл бұрынғы сұлу, жарқыраған Аяла емес, жауыздықтың құрбанына айналған жанның суреті еді. Аяла айнаның алдында тізерлеп құлап, үнсіз егіліп жылады. Ол өзін тірідей көмілген өліктей сезінді. Жарық дүние ол үшін бір жола сөніп қалғандай еді. Аяланың басынан өткен сұмдық оқиға аурухана қабырғасында жасырын қала алмады. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың шектен шыққан қатыгездігі туралы ақпарат, Аяланың таңғышпен қапталған, соққыдан көгерген суреттері желіге тарап кеткенде, бүкіл ел селк еткендей болды. Бұл тек бір отбасының трагедиясы емес, бүкіл қоғамның жүрегіне түскен ауыр соққы еді. Әлеуметтік желілерден нағыз толқу басталды. Аяламен біргеміз және зорлыққа жол жоқ хэштегтері трендке шығып, миллиондаған адам оның тағдырына алаңдаушылық білдірді. Белсенділер, танымал блогерлер мен журналистер заңның әлсіздігін айыптап, билік өкілдерінен Асқарды заңның ең қатал бабымен жазалауды талап етті. Қала орталықтарында бейбіт шерулер ұйымдастырылып, әйелдер құқығын қорғайтын заңдарды қатайту мәселесі парламентке дейін жетті. Аурухананың қабылдау бөлмесіне күн сайын Аялаға арналған гүлдер, хаттар мен жылы тілектер келіп жатты. Еліміздің түкпір-түкпірінен, тіпті шетелден бейтаныс адамдар оның еміне қаражат жинап, қолдау білдірді. Палатасында жатып, телефон экранынан өзіне жазылған мыңдаған қолдау хаттарын оқығанда Аяланың көзіне жас келді. Ол өзінің бұл қараңғылықта жалғыз емес екенін, оның ауырсуын бөлісіп, ол үшін күресуге дайын тұрған тұтас бір халықтың бар екенін сезінді. Жүрегіндегі өмірге деген өшкен үміт сәулесі қайтадан жылтырай бастады. Аяланың өміріндегі ең ауыр кезеңде оның қасынан тек жанашыр халық қана емес, оның құқығы мен тағдыры үшін жан аямай күресуге дайын нағыз кәсіби мамандар табылды. Суреттегі Аяланың қасында уайымдап, көз жасын тыя алмай отырған ақ құба қыз
құқық қорғаушы әрі заңгер Әлия еді. Әлия Аяланың палатасына алғаш кіргенде оның қорқыныштан қалтырап тұрған қолдарын қысып ұстап: «Аяла, маған қарашы, сен ештеңеге кінәлі емессің, сен құрбан емессің, сен аман қалған батырсың. Мен сенің құқығыңды соңына дейін қорғаймын. Ол айуан өз жазасын алады, маған сенші», деді. Әлия мен оның командасы іске бірден кірісті. Олар Асқардың бұрынғы қылмыстық әрекеттерін, полицияға жазылған бірақ еленбеген шағымдарды тауып, іс қағаздарына тіркеді. Ісің жабық есік артында, жабулы қазан жабулы күйінде қалып қоймау үшін бақ өкілдерімен тығыз жұмыс істеп, үнемі ақпараттық бақылауда ұстады. Белгілі психологтар Аяламен күн сайын жұмыс істеп, оның бойындағы үрей мен өзіне деген жеккөрініш сезімін жеңуге көмектесті. Бұл жай ғана заңгерлік көмек емес, нағыз рухани қорған еді. Жат ағымдардың қоғамның өзі кінәлі деген кері тартпа пікірлеріне тосқауыл қоя отырып, бұл қыздар Аяланың айналасына мықты қорған тұрғызды. Олар Аялаға аналық, әпкелік және достық махаббатты сыйлады. Әлияның сенімді дауысы мен қажырлы еңбегі Аяланы алдағы ең үлкен сынға сот залында Асқардың көзіне тік қарап, өз құқығын қорғауға дайындады. Аяла өз бойында бұрын соңды болмаған жаңа бір күштің, қайсарлықтың оянып келе жатқанын сезді. Сот залының іші лық толы, ауа тар, атмосфера барынша шиеленісіп тұр еді. Журналистердің камералары, қоғам белсенділерінің мазасыз жүздері және залдағы ауыр үнсіздік күтіліп тұрған шешімнің маңыздылығын ұқтырғандай. Айыпталушы орындығында отырған Асқардың жүзінде әлде тәкаппарлық пен мысқыл сезілетін. Ол өзінің бұрынғы ықпалы мен заңның саңлауларына сеніп, бұл жолы да судан таза, сүттен ақ болып шығатынына сенімді еді. Оның адвокаттары Аяланы жанжалды өзі бастады, күйеуінің намысына тиді, бұл эффект жағдайында болған істеп көрсетуге тырысып, жала жабумен болды. Алайда сот залына Аяла кіргенде бәрі өзгерді. Ол басына ақ орамал тағып, бетіндегі тыртықтарын жасырмай, басын тік ұстап кірді. Оның жанында заңгер Әлия мен қолдаушылары мығым тұрды. Аяланың көздерінде бұрынғы үрейдің ізі де қалмаған. Ол сот мінберіне шығып, Асқардың көзіне тіке қарап тұрып, өз даусымен сөйледі. «Сен менің тәнімді зақымдадың, сұлулығымды тартып алдың, бірақ рухымды сындыра алмадың. Мен бұл жерде тек өзім үшін ғана емес, сен сияқты айуандардың қолынан үнсіз зардап шегіп жатқан мыңдаған әйелдің атынан тұрмын. Мен заңның ең әділ жазасын талап етемін». Әлия сотқа Асқардың бұрынғы қоқан-лоқы хабарламаларын, полицияға жасалған шағымдарды және ең бастысы сот медициналық сараптаманың жан түршігерлік қорытындысы ұсынды. Қоғамның үлкен қысымы мен бұлтартпас дәлелдердің арқасында судья Асқарды ақтауға ешқандай мүмкіндік таппады. Үкім оқылды. Асқар ең ауыр бап бойынша кінәлі деп танылып, барынша ұзақ жылдарға қатаң режимдегі колонияға сотталды. Сот залынан Асқарды кісендеп алып бара жатқанда Аяла өмірінде алғаш рет еркін тыныс алды. Ол заң алдында жеңіске жетті. Соттағы жеңіс жанына тоқтау болғанымен, Аяланың алдында денесін қалпына келтірудің ұзақ та ауыр жолы тұрды. Оның кесілген құлақтары мен мұрнын қалпына келтіру үшін бір емес бірнеше күрделі пластикалық және реконструктивті оталарға жетеді. Дәрігерлер тәннің зақымдалған бөліктерін тазалап, теріні қалпына келтірудің алғашқы қадамдарын жасады. Аяла наркоздан оянған сайын тәннің сұлулығынан ауырсынуымен алысты. Оның қабырғасынан шеміршек алып, құлақ пен мұрынның жаңа пішіні жасау процесі басталды. Бұл медициналық ең күрделі технологияларын қажет ететін өте нәзік жұмыс еді. Бетіндегі таңғыштар біртіндеп сыпырылған сайын
Аяла айнадағы жаңа бейнесін қабылдауды үйренді. Ол бұрындағыдай мінсіз емес еді, бірақ әрбір тыртық оған өткен қиындықты және оны қалай жеңіп шыққанын еске салып тұратын. Осы ауыр айларда оған күш берген балаларының ыстық құшағы еді. Олар анасының бетіндегі таңғыштарға қарап қорықпады. Керісінше кішкентай қолдарымен оның бетін сипап, «Анашым, сен әлемдегі ең сұлу адамсың» деп айтатын. Балаларының осы махаббаты Аяланың жанындағы ең терең жараларын емдеп жазды. Арада 3 жыл өтті. Бұл уақыт Аяланы мүлдем жаңа адам етіп шығарды. Бүгінде ол тек аман қалған әйел емес, ол мыңдаған жанның өмірін құтқарып қалуға септігін тигізген қайсарлық қоғамдық қорының жетекшісі. Аяла тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдерге арнаған дағдарыс орталығын ашты. Онда жәбірленушілерге тек заңгерлік және психологиялық көмек көрсетіледі. Уақытша баспана ұсынылады. Әйелдердің өз аяғына тік тұрып кетуі үшін кәсіптік курстар ұйымдастырылды. Бірде үлкен халықаралық форумда Аяла мыңдаған көрерменнің алдына мінберге шықты. Ол бетіндегі жеңіл тыртықтарын косметикамен жасыруға тырыспады. Ол сахнаға мақтанышпен басын биік ұстап көтерді. Бетімдегі мына тыртықтар менің әлсіздігімнің немесе ұятымның белгісі емес. Бұл менің тірі қалғанымның, күрескенімнің және жеңіп шыққанымның белгісі. Ешбір әйел зорлық-зомбылыққа төзбеуі тиіс. Үнсіздік бізді өлтіреді. Сөйлеңіздер, күресіңіздер, өйткені сіздер өмір сүруге лайықтысыздар, деді ол. Бүкіл зал оны тік тұрып, көздеріне жас алып, ұзақ шапалақпен қарсы алды. Оның артында тұрған Әлия мен оның сенімді достары Әлияға қарап күлімсіреп тұрды. Аяла қараңғылықты жеңіп, өзі де жарыққа шықты. Өзгелерге де жол көрсетіп, өмір сыйлайтын нағыз темір қазық жұлдызына айналды.